Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен отбасымыздың сүйікті тағамы тұшпара дайындауды көрсетемін. Каналыма тіркеліңіздер және лайк басыңыздар. Салмасына сиыр еті, қара бұрыш, тұз және пиязды ұсақтап салып араластырамыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ұнға жұмыртқа салып, тұзды суға илейміз. Қамырды жұмсақ қып илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін ие қану үшін салфанға 20 минутқа салып қоямыз. Содан кейін қамырды жаямыз. Қамырды тым жұқа жаймаңыздар. Қамырды арнайы құрылғымен немесе кесемен дөңгелек формада кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей осылай жасаймыз. Енді қайнап тұрған суға тұз саламыз. Дәмдеуіштер салсаңыздар болады, аз көк. Тұшпарамыз қайнаған сәттен бастап 10 минут пісіреміз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.